Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен мен Жолдас Айткүл. Менің каналыма қош келдіңіз. Жаңадан мені көріп отырған болсаңыз, сізге сәлем. Мен бұл видеода өзім жайлы ақпарат айтатын боламын. Егер сізге қызықты болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Өзім жайында қандай ақпарат беремін? Мен қайда оқыдым, қалай оқыдым, қазір кім болып жұмыс жасаймын, жалпы отбасыма байланысты кішкене ақпараттармен бөлісемін. Достар, мен мектепті үздік оқығанмын. Қайда, қашан оқығаным маңызды емес. 6 жыл фортепианоға қатыстым. 7-ші сыныпта оқымадым, себебі ол менің өзімнің ішкі қалауым болған жоқ. Анама барып айттым, мама, ренжімеш, мен фортепианоны тастағым келіп тұр. Ол сенің қалауың, сіздің қалауыңыз, яғни анам айтып отырмын. Ол сіздің қалауыңыз, менің қалауым емес. Мен фортепианода ойнағым келмейді, өзімді пианистка ретінде көрмеймін. Мүмкін сіз мені көрерсіз деген сияқты. Мен кішкентай кезімнен осындай видео бірдеңелер тұрған сияқты ощущение болады. Сосын видео түсіріп ататын, өзіммен өзім ойша түсіретін тұғым. Қазір мында салат ісін деп жатырмыз, құрметті көрермендер деген сияқтан телевизорден көргендей болады ғой, сондай болған менде. Сонымен отказ қылдым. Мамама айттым, мама, ренжіме, мен пианистка бола алмаймын, сен қалағандай пианистка бола алмаймын. Сонымен 6 жыл фортепианода оқығанмын, мектепті үздік оқыдым, староста болдым, ұзақ жылдар староста болдым. Даже 11 классқа шейін староста болдым деп айтсам болады. Ең қызығы, мен 9 класты бітіргеннен кейін тың белгісіне үміткер болатынмын. 10-шы сыныпта оқып, дайындалып, 11-ші сыныпта НТ-ді бітіріп үздік алтын аламын деп ойладым, бірақ мектеп директоры маған бір ұсыныс жасады. Сен мектепті ерте бітіргің келеді ме? Мүмкін сен аттап көрерсің, білімің жақсы деген сияқты. Сонымен мен ата-анама келіп айттым, осындай маған аттап мектепті бітіруге ұсынып жатыр. Қалай қарайсыздар дегенем, әкем келіскен жоқ. Сонымен оны директор ағай марқұм берсін, қайтыс болып кеткен кісі. Сол кісіге барып айттым, мен әкем рұқсат беріп жатқан жоқ, мен 10-11-ді оқып, солай бітіретін болдым деп. 10-ді оқып, 11-ді оқып, толыққанды бітірем деп. Сол кезде маған директор ағай әкеңді шақыршы деді. Папаны шақырамын мектепке. Барады, сонымен директормен сөйлеседі, әңгіменің барысында. В общем, менің папам былай айтқанда сынады ғой. Бітірмейсің деп тұрған адам, жарайды енді бітірерсің деп. Директор ағай қалай оны көндірді, не қылды, мен білмеймін мүлде. Сонымен мен 9 класс бітіргеннен кейін бірден дайындық бастап кетемін НТ-ға. Сөйтіп ойлаймын, осы өмірімнің бір вершинасы, бір шың екен деп ойлаймын. Осыдан өтсем болды, мен, бақыт сезінемін, анау адам өзін іште солай ойлайды. Мектеп оқып жүргенде көп нәрсеміз білмейміз, көп нәрсені сезе алмаймыз, чувствовать ете алмаймыз деген сияқты. Бізде в основном сабаққа барасың, келесің, оқу, главное сабақты пропускать, сабақты жібермеу, мұғалімнің айтқан тыңдау деген сияқты стандартный нәрселерді орындау болатын. НТ тапсыратын кезде мен 93 балл жинадым. Физиканы таңдаған болатынмын. Білмеймін, сасқалақтап қалдым ба, мүмкіндігі дайындығы аз болды ма, мүмкін Алланың бұйыртқанша, бірақ Алланың бұйыртқан деп айта алмаймын, қателік өзімнен болды. Мен тарихты қатты оқыдым, қазақ тілден спокойно алам, біліміме сеніп, өзімше солай НТ былай асты үстін өтіп кеттім деп айтсам болады. Толыққанды отырып былай дайындалған жоқпын да, алтын белгімді алам, спокойно, күнде келіп жүрген тесттегі сұрақтар ғой деген сияқты. Сонымен мен 93 балл жинадым, в общем. Сосын грант Алматыдағы бар ғой, Азаматтық авиация академиясына грант болды. Сол жаққа түстім. Алматыда 4 жыл оқыдым. Менің мамандығым авиациялық қауіпсіздік, яғни авиациялық техника және технологияның ішінде авиациялық қауіпсіздік. Авиациялық қауіпсіздік бойынша аэропорттағы авиацияның барлық қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылатын. Сондықтан өзімнің біліммен, өзімнің немен
просто так оқу бітіріп келгеннен кейін үйде отырғанда подружкам Астанада скатта жұмыс істеп жатқан кезде сен тапсырып көрсейші осында Астанаға, давай просто әшейін резюме жібере сал деген сияқты айтты. Сөйтіп давай деп үйде отырып резюме жібере салдым. Мені собеседование болатын күні шақырды Астанаға. Сонымен мамам папам сол жерде билет алдым. Енді ұшатын күні билет қымбаттау болады. Сонымен билетті алып, ұшып барып, собеседованиеден өттім. Ең жақын деген рейсқа алдым да, Астанаға Шымкенттен. Сонымен Астанаға өтіп кеттім. Ешқандай ешкімге жаңағыдай бар ғой, жұмысты қазақша береді, бір нәрсе деген сияқты жоқ. Өзімнің білімімді, өзімнің квалифицированный специалист екенімді көрсетіп, және де сұрақ қойса сұраққа дұрыс жауап бере алуымнан мен өттім деп ойлаймын. Және де мысалы дипломыңызды бітіресіз, сол бойынша жұмысқа тұрғаныңыз сізді өте өзіңіз іште бір күшті сезім пайда болады. Сонымен ішімнен ойлайтын, бірақ авиация бұл менікі емес, бұл грант болғаннан кейін түстім. Бұл менің мамандығым емес. Негізінде мен өте жаңағыдай творчествоны жақсы көретін адаммын. Яғни қолмен бір нәрсе істеу, бір нәрсе тігу, тамақ пісіру деген сияқты емес. Мен кез келген тамақ түрін пісіре аламын, торт, қандай дастархан болсын бәрін жасай беремін өзім, бірақ қатты қызығатын жаңағыдай сурет салу, әлі күнге шейін суретті бүйтіп күшті саламын деп айта алмаймын, просто іштей қызығамын да, бір ішімде бір күшті нәрселер болады. Сонымен Астанада жұмыс істеп жүріп, өмірлік жарымды мен Инстаграм желісі арқылы танысып, ол Шымкентте, мен Астанада болдым, сөйтіп сөйлесіп кеттік. Бір-біріміздің адамымыз екеніміз бірден, өзіңіз кездестіргенде түсінесіз, өзіңіздің адамыңыз екенін. Қанша жігіттермен жүріп, уақыт құртып, не алғаннан көрі, өзіңіз ішкі сезіміңізде бір болады, осы менің жарым-ау деген сияқты сондай нәрсе чувствовать, менде сондай искра болды. Толыққанды сол кісіге жар бола алатыныма мен сенімді болдым. Өйткені аптасына 2 рет ораза ұстайтынмын, Құдайдан тілейтінмін. Қандай маған жар керек, мен жазатынмын. Курстың түріне қатыстым, техникалардың бәрін орындадым. Негізі адам үшін сенсе ол нәрсе болады екен. Сонымен өзім адамды кездестірдім. Сонымен маған Шымкентке көшу керек болды. Жұмысыма увольнение жазып, шығып кеттім Астанада жұмыстымнан. Сөйтіп Шымкентке келдім да, ұзатуға дайындалып, дальше той анау-мынау болып, декреттік өмір болып, дальше в общем тұрмыс құрғаннан кейін сол тұрмыспен кеттім. Тұрмыста жүрсем де өз-өзімді дамытуды тоқтатпадым. Кітаптар оқыдым түрлінше. Босанғаннан кейін, бірінші баламды босанғаннан кейін кішкене қиынырақ болды. Өте психологический стресстен өттім. Мен үшін роддомда жату қиын болды, ұйықтау қиын болды. 40 күнге дейін өз-өзіме әрең келдім. Это, білесіз ба, бұл просто босанып баланы оңай туып, жаңағыда оңай келмейді ғой. Бірінші роды болғаннан кейін, бірінші жүктілік болғаннан кейін өте қиын состояние болды мен үшін. Адамдардың қолдауы, олардың әрбір айтқан сөзі қатты жүрегіме батып, өте эмоционалды состояниесінде болдым. Сондай кейіпте болдым. Ол стресстен де өттім, бірақ қарап тұрсам, менің екі балам бар, 2 ұлым бар, Құдай берген. Екінші жүктілігім менде оңай өтті, себебі мен оған дайындалдым, курсқа қатыстым, босанудың түрлері болсын, жаңағы қалай дұрыс дем алу керек, қалай дұрыс дайындалу керек, бала қалай дамиды, жалпы бала тәрбиесінде, жатырда жатқан кездегі бала тәрбиесі, Құдай бергеннен кейін тәрбиені жатырда бастау керек деген сұрақтар бойынша көп ойланып, сол бойынша жұмыс жасай бастадым өзіммен. Бірақ екіншімді көтерердің алдында менде өте қатты бір өзгеріс болды. Яғни мен өзімдегі ақындық қасиетті мен аштым. Аштым дегенде Құдай мүмкін сондай талант берген шығар. Сол екінші жүктіліктің алдында менде өте қатты өзгеріс болды. Бұл мендегі қасиеттің ашылуы. Ол қандай қасиет? Ол ақындық.
Мен кітапты мектеп кезде көп оқымайтынмын, бірақ бізде шешендік өнер деген сабақ болатын. Салиха деген апай болатын. Видеоны көріп отқан менің таныстарым болса, ол кісіні біледі. Өте күшті кісі. Ол кезде универлерде, нелерде сабақ беріп келгеннен кейін мектепке берген кезде ол бізді студент ретінде көрді ме білмеймін, бірақ бізге қатты мынандай душевно глубоко деп айтады ғой, мысалы тереңірек біздің жүрегімізден орын алған кісілердің бірі. Ол кісі сондай бабалардың айтып кеткен сөздері, сол кездегі мысалы Абылай хан, оның қасындағы жыраулар, бұхар жырау кім бар мысалға, солардың айтқан сөздері неге ол айтты, біз солай талқылайтынбыз. Сондықтан сол кезде мен қатты қызыққанмын. Шешендік өнер деген сабақ болғаннан кейін сол кісі мүмкін ашты ма деп ойлаймын. Менің соған деген махаббатымды, ақындық қасиетім сол екіншімді көтерердің алдында ашылды. Өзімнен өзім әкеме өлең шығара бастадым. Жаймен деп өзі бір шабыт келген кезде тоқтамастан өлең жолдары шыға бастады. Білмеймін ол қалай болатын. Мүмкін көп өзіңмен өзің айтатын іштегі бір сезім ба, білмеймін. Ол нәрсені мен жеткізе алмаймын сіздерге, ол сезімді. Бірақ адам өз іште болады екен. Сонымен екіншімді босанарыма дайындалдым. Енді екіншімді босанып болғаннан кейін мен өзімен андай мақсат қоя бастадым. Екіншімді босанғаннан кейін видео түсірем, қалай мен өмірім өтіп жатыр, қызығырақ болсын деген сияқты. Сонымен екіншімді босанғаннан кейін видеолар түсіріп бастадым. Өзім әжіре камераны қойып түсіре беретін тұғым. Ешқандай мобилография, ешнәрсені оқуды білмейтін тұғым. Сонымен мобилографияны қойып оқып алайын деп Қыран Талапбектің мобилография 6 курсын алдым. Өте көп білім алдым деп айтсам болады. Сол білімге қызмет ете амал еттім. Сол білімге және де соны түсіріп жүрген кезде таныстарым, яғни айтпай қояйын кім екенін, тегін давай мен саған не болайында практика үшін давай мен алсай деген сияқты. Сонымен бір-екі магазин жүргізіп көрдім онлайн түрде. Фотоларын жібереді, монтаж істеймін, тексттарын жазамын. Мен ешнәрсе жайында ол кезде білмейтін тұғым. Сонымен күйінгенде былай болады ғой. Сен істейсің, бірақ ешқандай саған рахмет жоқ, не жоқ. Істеп бере салшы деп сен уақытыңмен неңмен санаспайды ешкім. Сен құның жоқ та былай келгенде. Сосын тағы бір айтпай қойын, оны да жүргізіп көрдім. Видеоға түсірдім, текст жазатынмын. Сөйтіп бір айдай тағы жүргізіп көрдім. Ол кезде де бір берген 20 000 теңге, по-моему, сондай берді. Сонымен ладно, енді қой білімім жоқ екен СММ жайында. Мен осы мамандықты оқып көрейін, маған қызығырақ деп СММ мамандығын алып оқып көрдім. Өте қызықты, адамдың интеллектуалдық творчествосын, интеллектуалды ойлауын, в общем, интеллект бар ғой адамның. Сен қалай ойлайсың, қалай подход жасайсың, мысалы алма деп айтса, біреу қызыл деп елестетуі мүмкін, бір сары, біреу жасыл болып елестеуі мүмкін. Мен мысалы алма деп сөз айтсам, сізге мүмкін қызыл алманың бейнесі келуі мүмкін, маған сары келетін шығар, біреуге жасыл келетін шығар деген сияқты. Сонымен СММ деген не өзі? Қой мен алып оқып көрейінші осыны, тереңірек білім алайын деп алып көрдім, оқыдым, жұмыс істеп көрдім. Бірақ қанағаттанбадым деп айтсам болады. Енді Құдай кешірсін, бірақ бала шағам өсіп келе жатыр, бірде ауырады, бірде былай. Енді мен бір нәрсемен айналысып бастайын деп жатсам, осындай съемка, бір нәрсе түсіріп, бір әйтеуір жолы келіспейді, бір бала шағам то ли ауырып қалады, постоянно бір нәрсе болып қалады, әйтеуір перемена бола береді өмірімде, какой-то бір өзгеріс болады, то ли біреу бір нәрсе. В общем, мен былай келістім өзіме айттым да, СММ сенікі емес, бұмен айналыспай қой деп өзіме іштей адам сөйлескен кезде сондай ой болды. Содан СММді қояйын деп шештім.
бір күні енді күнде тұрасың, декреттемін, бір балабақшада, екінші балам қасымда ғой. Ешнәрсемен айналысқың келмейді, тиктокқа қарайсың, инстаграмды қарайсың, бәрінде бір әйтеуір күшті өмір, бір нәрсе, қызығасың, қызғанасың, қызығып қарайсың. Менталды түрде мен өзімнің баяғы 20 жастағы, қазір мен жасым 26-да ғой, 6 жыл бұрынғы состоянием қазір жоқ. Бірақ мен сол 20 жастағы состоянием, қазір мен сондай состояниеда, 20 жаста мен қалаған. Қандай адамды мен қалады, мен қазір сондай адамын. Бірақ мен қазір сол 20 жастағы адамды сағынамын, 20 жасымдағы Айткүлді сағынамын. Себебі бір цель қойды ма, соны орындайды. Өзінің бір нәрселері бар, оны айтпай қояйын емес, қалай айтпайсың. Мысалға мен сабырлы болуды, ақыл тоқтатып, ойланып сөйлеуді қалайтынмын 20 жасымда. Сондай адам болғанды қалайтынмын. Қазір сөйлейтін кезде ойланып, ақылмен, деп, уже глубокий ойланып істейсің да, өйткені бала шағаң бар, тұрмыстасың деген сияқты. 20 жаста сен ешнәрсе ойламайсың. Цель ма, бол, соны орындайсың. Сондай состояние болды. Сол состояние мен қазір сағынам. Шынымды айтсам сағынам. Ол кез келген декреттегі отырған ана болсын, өз-өзін іздеп жүрген, предназначение, бір нәрсе дегендерді көп оқып, курс оқитын қыздар бар ғой, солар көп іздеп сөйтетін болса, бірінші Алламен қарым-қатынасты реттеу керегін түсіндім. Қандай курсқа қатыспаңыз, сізге дұға, тілек, шүкіршілік, қанағатшылдық, Құдаймен байланыс, Құдайдың 99 есімі деген сияқты нәрселердің барлығын айтады. Вселенная деп атады, кітаптарды ашып қалсаңыздар да сол. Сондықтан кез келген психологияның түбі барлығы біздің өзіміздің иманымызда, исламымызда жатыр екен. Соны түсініп бастап, жаймендеп, исламға байланысты қағидаларды оқып бастадым. Ана өмірге барған кезде бәрім бұл жерден қандай дін нелер отырған мен білмеймін ғой. Кез келген дінде бар шығар, білмеймін, бірақ бізде исламда осындай нәрсе бар. 4 нәрсеге жауап береді екенсіз. Ол ана өмірде өткізген уақытыңыз үшін, жастық кезде қайда құрттыңыз, бос уақытыңызды қайда құрттыңыз, қандай амалдар жасадыңыз деген сияқты. Және соның ішінде 4-шісі, сіз алған білімге қаншалықты сіз амал жасадыңыз. Осы нәрсені мен оқыған. Алдында үшеуін енді примерно помню, бірақ қазір сіздерге айта алмай тұрмын. Бірақ сол 4-шісі қатты есімде алып кетті да, сіз алған біліміңізге амал жасауыңыз керек деген сияқты. Инстаграмда курс алып, сатып істеуге болады, бірақ оған көп энергия, көп уақыт керек, прогресс жасау керек деген сияқты. Оның өзінде стратегический нәрселері бар. Бірақ мен бұны амал еткенім мүмкін осы сіздерге беретін ақпаратым болсын деп ойлап отырмын. Жалпы мен туралы информациялар осындай. Тағы мен қандай нәрсемен алысқым келеді, яғни информация жайында айтатын болсам, мен фортепианода ойналам деп айттым, бірақ қазір ұмытып кеттім, себебі 10 жылдан аса уақыт өтіп кетті. Мен фортепиано менде жоқ. Ноталардың бәрін бірақ білемін, қалай жазылады, ноталарды оқи аламын деген сияқты тарта аламын, бірақ көп жұмыс жасау керек та ол үшін. Мен ақындық қасиетім бар, өлең шығарамын, сценарийлер жазамын. Тағы бір идея бар, болашақта іске асыру керек. Мен тігін тіге аламын, пастель тіге аламын деген сияқты. Балабақша нелерге пастель тігем. Бұл да бір қажеттіліктен туған ақша қуып деген нәрсе емес, просто істей алатын, қолмен істей алатын нәрсені іске асыру деген сияқты. Жүзуді білемін, плаванияға қатысқанмын студент кезде. Өлең айтамын, жақсы өлең айтамын. Мектепте әнші болғанмын, универде әнші болдым, мис академия болдым. Өнер көп. Қазіргі таңда енді декретте отырған кезде жақсы қонақ күте аламын. Дастарханды өзім 2 баламен жасай бере аламын. Көп нәрсені енем үйретті, болмаса курс негізін алып оқып үйреніп алдым. Бірақ күйеуге шығарғанда күйеуіме айтқам, ешқандай нәрсе істей алмаймын мен.
тамақта пісіре алмаймын деген сияқты. Ашық қандай бармын солай айттым. Ешқандай боғауыз жүгеусіз деген сияқты. Сонымен тағы қандай жақсы уровеньде білемін, түсінемін адамның айтып жатқандарын, сөйлесе аламын. Бірақ соны қолға алу керек болып тұр. Өзімнің мақсаттарым бар, IELTS тапсырғым келеді. Мышлениемен жұмыс жасау тоқтатпаймын, всегда дамып отырамын. Тағы қандай қасиет? В общем, менде андай список бар да, мысалы мен не істей аламын, не істей алмаймын деген сияқты нәрселер. Мен еще психологияны тереңірек зерттеп, өйткені біздің мен авиациялық қауіпсіздікке байланысты көп психологиялық портрет, психологиялық адамдардың портрет арқылы адамдарды зерттеу деген сияқты нәрселерді білемін. Психосоматикаға сенемін. Тағы не? SMM жайында көп нәрселер білемін. Онлайн шақыртулар істей аламын. Дизайнерский аватарлар істеймін. Шақыртулар істеймін, видеолар түсіремін таргетке, там былай видеолар түсіре беремін. Енді қазір YouTube каналымды дамытып, осы YouTube каналымда бөліскім келеді. Себебі өзім саласында тұрасың, Instagram шұғылап өткен бір нәрсе тыңдаған жақсы да, пайдалы. Мен мысалы әкеммен көп сөйлесетінмін. Әкем енді тірі ғой, бірақ қыз кезімде де көп сөйлесіп, мынандай душевный кайф деген болады, сондай нәрсені алатынмын. Қазір мен әкеме қарап, көп нәрсе айтқым келеді, бірақ ол оны түсініп тұрған сияқты, мен де оны түсініп тұрған сияқты болады, кешіресіздер, бірақ эмоция ғой. Жақсымен өткізген 1 минут сенің ойыңды өзгертуі мүмкін, өмірге деген көзқарасың өзгертуі мүмкін. Информацияны оңай қабылдап, оқып, дамытуға өзім тырысамын, бірақ қазір күнде байқағаным қатты еріншек болып баратқан сияқтымын. Себебі жас болғанда енді 2 бала шағам бар, оңай емес. Қазіргі балдар активный, басқаша внимание хочет деген сияқты. Өзім үлгі болуға тырысамын. Менің осы плейлистті қарасаңыздар, әкеме арнаған өлеңім бар. Соның ішінде жақсылап оқып тыңдап көріңіздер. Менің жүрегімнен шыққан, шабытпен шыққан өлең жолдарын. Соның ішінде тәрбие жайында мен кішкене айтып кеткенмін. Қазір есіме түспей отыр. Сол бөлісетін нәрсем бүгін бір душевный әңгіме болды деп ойлаймын сіздермен. Рахмет, сау болыңыздар, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Пока.